Құпия аралдар қайда екенін білесіз бе? Әр мемлекетте туристер білмейтін жасырын жатқан бір орын бар. Ол бақша, өзен, көл, тіпті арал болуы мүмкін. Ал біз сіздерге топ 5 құпия аралдар тізімін ұсынамыз. Лошин аралы. Бұл арал Хорватияға тиесілі архипелагтың бір бөлігі. Туристер танымал мемлекеттерге барып демалғанды, көңіл көтергенді жақсы көреді. Бірақ бұл үлкен қателік. Лошин аралы Австрия, Венгрия императорларының сүйікті орны болған. Мұнда билеушілер өздеріне арнап зәулім сарайларды да салдырған. Арал тарихы ғимараттармен ғана емес, қолайлы климатымен, таза ауасымен және жағажайларымен де танымал. Мұнда шальфей, лаванда және қарағай ағаштарынан иісі аңқып тұрады. Кетира аралы. Бұл Греция аумағында орналасқан туристер сирек келетін орын. Кетира Ион аралдарының құрамына кіреді. Осы жерде Грецияның барлық 3 теңізі тоғысады. Аңыз бойынша Афродита құдайы осы жерде дүниеге келген. Гомер, Аристотель, Глюк, Георгий Иваний бұл атақты тұлғалардың барлығы осы аралға өз шығармаларын арнады. Бұл жерде демалуға келгендер 3 теңіздің суына шомылып, ыстық күнде серуендеп көрікті орындарға барады. Ежелгі Астана. Борнхольм аралы. Дания мемлекетіне тиесілі арал. Балтық теңізінде Польшаның солтүстігінде орналасқан. Бұл жер өзінің тағамдарымен танымал. Аспазшылар оралды жергілікті көкөністерден дайындайды. Негізгі тағам түрі жабайы шөптері мен жидектері бар ысталған балық. Суға түсуге болмайды, себебі жылы емес. Бірақ туристерді таулары, жартастары, құздары мен теңіздері қызықтыруы мүмкін. Мұнда орта ғасырлық шіркеулерді бекініс қалдықтарынан көруге болады. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Тағы да қызықты мәліметтер мен ақпараттар білгіңіз келсе, Әлем арнасын YouTube арнасында тіркеліңіздер.